артында қатал қатты Алған Толстоймен талай мәрте хат жазып кеңеседі. Жәкем де Кремльде намаз оқып, қырған Сталинмен егеседі. Жұмысын иншаллахсыз бастамаған әлкей Марғұлан халқы яқын емеседі. Солардың да барлығын соңғандырған, тарихтан алар болсақ тағылымды, қашанда Құдай деген елеседі. Ата діннен ақиқат тапсақ қана тереде өзіміз теңеседі. Алланың хақ жолымен келсе ғана халықтың айдарынан келеді. Жалқаулық жаратқанға ұнамайды, қаржы қазақ қартайға ұнамайды, бала қырыл әрекет қылғандарды сағат келесіне қалайды. Екі шеші екілі көлеңкеде сағаты күн астында қалайды, көзіміз айып жатса қуаныңыз, барғаннан намысын қыламайды, өйткені сізге беріп бермесе де ол жайып ешкешін қыламайды. Әрбір үстіне, әрбір жайды, ешкім келіп қанымды жандырмайды, аузын ашып ағымайды салмаса да, өкімет өздеріңді талдамайды, сөзімізден ниетін арылмайды, арылмаған асыға алдамайды, адамдарға ауызды берген Құдай нәпсіз қалдырмайды. Күнін пана менен күтіріңіз, адамды тәубемен шүкіріңіз, ертеңгі нанды қалай табарыңызды күткеніп кетпеген күтіріңіз. Қажылы қандай сөздескенмен ол қамын жағынан жүгіңіз. Батыс саламын жарысы, кейбір жандар оған ой қосуға құқылыңыз. Ақылдықтан халықты құтқармайды, абайде арық ұят қылыңыз. Намысқа тасқа түгілмейді, басқа әлеметтің мәңгілігі, әлеміма ішкейді ұмар менен істеріңіз. Өмірде өту оңай, өту қиын, Аллаға айтылмаса бітіріңіз. Алдай жүріп, Ya domatesden bakın size gelin. Koyucular koydu. Aynen. Kalem bakçanın kızı. Ha? Kalem bakçanın kızı. Kalem bakçanın. Oy aynamayı. Benim geleceğim bu. Kolay bak. Жаһанды шуаққа түнек шүйіккен тура жол тапқан адамды турауға дайын биліктер асыға тұрып алшыдан сайранның сойған айтағы жаралған бейбақ тамшыдан жаратқанға ақыл айтады. Алмай қақтың таңдай боп, ұяла алмаймыз неге біз өзімізмен сіз жандай боп, өзгені қатты сөгеміз. Пайымдай алмай бойыма пайдасыз ілім жинадым, шайтанның салған ойынан шайқалды талай иманым. Иманым осал беунеге жиғаным оттан сақтар ма, қорқыныш берші кеудеме, үрейден бірақ ақталма. Ер соңынан босқа өтпесін жас жағым. Bir Allah'a сыйынам, қолдай алар басқа кім? Bir Allah'ın арқасы, сандығын жырдың ашқан. Құдайдан тілемесе қысылған балбақ. Құлшылық қылсам күнерін, жалындар өтір, жашқаным. Аллахтан өтір, көзден қасқаным. Мұсылман бол бір беті, кәпір бол бір беті. Жер беті. Қияметтің күнін ойлап, ескетіп,
Алла барын қояйын деп ескерді. Сиясына батырған жүректің қалың менен артқанын шашып. Аспан сөзі алтын жаратқан хабарлар болып ағайының арттағылар шуылда. Талбаш тартыген есікті талай жандар бұл жалғаннан көшті. Ақылыңның аясын сен қарғылма, ақыретте өмір жоқ деп сарқылма. Ізгі амалың болса, рухың бақ табар, сол рухың жауап үшін жақталар. Жүрегіңде табылмаса иманың, пайда бермес мал мен мүлік жиғаның. Екі көзін топырақ кеп көмбесе, дүниеге тоймайды адам, ендеше. Жаман істер ақырет қамын жасамай деген әлекпен Алланың үмітінен дәлеткен ұлттан болған, тозақтан қорған, тозақтан көрмейді соны қазақтарымыздың көз ашқан, ағылған солай парақорлардың парағы, маскүнемнен қолтығына қысқан арағы, жемқорын анау отырған әрең тыныстап, зинақорын деп шықала шыққан ұстап, сопылар кетті Аллаға тірін серік қып, дүркілдеп зікір алғандарыңнан беріктік, дымынды білмес дүншелерге молда боп, Құдайым молда, әруағым өзің қолда деп, тәуби, балбер, тәуіптерге дес бермей, Құранның қатал ескертпелерінен сескенбей, әр төмпешіктің әулие санап асыға, мәрмәрден өріскесене сал басына, қарасаң қайта, ағылда тегіз ысырап, ысталды кеуде тәңір шашырап, жазушыға айтпек, бауыры бүтін басаман кейіпкерлердің тағдырын ойдан жасаған сан ғасыр бұрын бақилық болған кісінің қиялға еріп адам сүйгенін айтылған қайрық жауапқа талмай келген қаланы ерген қақтаққа күлкі қалжының қодақша жүрген кішкенде қандырын жегені жоқ деп сондықтан түскен төрт кітап сансыз пайғамбар сақтаныңдар деп сайтани сауық сайраннан жаратушы өзі жөнсіз деп сені қорласа, азғырушыға ашқын келеді алдаса, ғибадат түгел құлшылық бүтін болмаса, жүрек тазармен далбаса, Раббына құл боп өмір сүргісі келмеген, жиған мал-мүлік сорлатар мекен, өзіксіз отта жандырып өртеніп жатыр. Өлейін десе өле алмай, өкірер мекен өмірге есі келе алмай, біз қайбір достар пайғамбар сынды аузынан көбік бұрқырап, масадандай шайқалып, шайтан менен байқалып, елігесін қиялға, желігесін зиянға, осы деген істерін тау ақылға сияр ма? Қуамын дейсің осылай, жүрегіңде мұндай қызығын Алланың соңғы елшісі Мұхаммед қалай білмеген? Жағушы еді тәңірге нәпсі бермей қашқандар, дінген дізбес жаңалық жаратқаннан жасқанған, уәдесі бар Алланың адамзатқа ислам толық етіп тасталған. Бастасаң үйтіп алаңды, орыстасалар ұранды, орайластыр деп Құранды, мұжыққа күнде мас болған, аталарына сыйынып, араққа мұрнын шүйіріп, көрмедім елді әсті оған, шындыққа жөн ғой дос болған, жүректі жібіт тас болған, ұлы жүзге бір кітап, орта жүзге бір кітап, кіші жүзге бір кітап, түсе бермес аспаннан. Сен адамға керексің, Алла. Ақылың тез толған, көкейгісің ağzına. Şişkan sözün ağzına, keli var. Elini bağındırdım şekilde. Razına sokup derin teri var. Kostüm yürük жеткізеді, тілекте. Адамдарды хақ жолына шақырдым. Шындап айтып, есті сөзден естілер ең үздін. Кім білмейді, күлкі сөздің арзаны. Тереңес түнгі білім теңіздің, тер балғын, баға жетпес маржаны.
ақын жолы. Эбелесті репцалар құшқайда, ілескесін әпермес бір іс пайда, ақын байқұс азғырғанға кезгөнген, адал ұстап оққа бұрнышпай ма? Ақылдыға неге керек ақталмақ, арымызға түскеннен соң ақтанда, әлім өлең татығанмен таңдайға, бәділен жылдамырақ жасалмақ. Шоқырдан қаш, қармайды шықана, ұлттан мұжықпен ұлғана, қылтын толын аял жерін қылдайды, ақын жолы екен одан. Сыбыр-сыбыр күн кешкен, жарқылдауды мақсат тұттым жалғанда, жаратылу себебімді білместен, жым еттеп, жүрген кеше бақсың ем, аспаныңнан әрістан деп шапшып ем, адасып бұлар. Достарың шығар тым адал, сөзіне бекем ісі нақ. Жоқ, досты келсе шынажал, кетеді аттан түсіріп. Жан-жаққа текке қарама, өзіңді осқа қинадың. Жүректің түбін арала, бақытың сенің иманың. Қазірден бақытты тауып ал, рухыңмен жасар мәңгілік. Ертеңгі күннен қалып ал, махшарда қалма мәңгілік. Бауырлар, басын жатқан бөзі жоқ, аталар жүр қылжақпас, мұрағалар сөз жоқ. Байлық арман ердегі қиынға жүр сыйынып, олардың қош көргені ара шу жиылып. Ол қыздарға көрсетер кеміп кеткен үлгіміз, өмір солай өтсегер, келешекке қайтпайтын жаландар. Исламға иман айтып бетті ұрсам, иланам жетеріне маған. Бойымда иман болса пәле қашар, имансыз болсам бітті қара басар. Безер дүние біреуге, азар дүние, ертелі кеш әркімнен озар дүние, сақалыңды бір сипап өзгергенше бітіретін тауданды. Азар дүние, күйлі дүние біреуге, әнді дүние, салтанатты, сауықты, әнді дүние, өзбестей боп жүргенде сайран салып, не сый сақтап тұрып арық дүние. Бүгін аяулы ініміз, бірімізге аға, аяулы келініміз Шекербек пен Назифаның бұл тәни дүниеден өткенінде 40 күннің жобасы болып отыр. Ажал айтып келмейді, екеуі де осы ауданның құрметті аяулы азаматтар еді, өмірден кетті. Мынау Киізбаевтар әулетіне Қанекең ағамыз 80-ден жас асқанда осындай жағдайға кезікті. Бірақ мына елге, ағайынға, туған туысқанға рахметін айтып жатыр. Бүкіл ел болып, халық болып осы үлкен ауыртпалықты көтерді. Өмірге келген адам бұл дүниеден өтеді ғой. Бұл Шекербек пен Назифаның арасында алтындай 4 ұлы қалды. Ең үлкен ұлы Ағаділ жақында үйленіп, осы ноябрь айының ішінде тойы өтуге, тойының қағазында таратып қойып еді, хабарларыңызға дәмнен алып дұғаға қатысуларыңызды сұраймыз. Бірінші мәселе мынау Құранға берсек, мына Серік Арыстан мешітінің имамы Құран оқиды. آمنوا
فيه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وهو قصير القرآن الكريم ويتعلم Hadafiya oğlu şekilde bağlığa, Cemile Halıkızın nazife ağlamlarımızın ruhlarına başlar. Ey Rabbim Allah'ın Teala'nın bu mahfumlara rahmet et, Kur'an'ını nurlandırıp, жатқан жерлерін жәлли етіп, итмандарының өздеріне сергетіп көр. Ей Rabbim Allah Teala'nın тәкбірге қадеттарын жауқай көр. Бұл кісілердің Allah Teala өзін қабыл. Келемеген кісілер болса, кеуіл айтам деген кісілер болса, микрофонға келсе, Лақанекеңе кеуіл айтуға болады. Микрофон апарып береміз. Бұған адамның аулы бармайды. Біз сияқты шалдардың жүрегіне жарамайды ау. Анапайын алайын. Өте қатты ауыр жағдайда отырсын. Бәрімізді күйден тағдырдың үстінде бейшара шыдайсыңдар. Ал енді Анапиямен 54 жылдан бері келе жатырмыз. Бала шағасымен, оның әйеліменен бірге өстік, бірге жүрдік. Бір-бірімізді жамандап сөз ескен емеспіз. Мінекей, тағдыр бүгін барлық керексінен алып кетті. Бабаларымыз айтқан екен, болған іске болаттай беріп бол, бауырым деп. Осындайды айтқан болу керек. Әнеке, беріп бол жаным. Мен тереңірек айтуға жүрегім жарамай жатыр. Айтуым керек еді. Маған да ауыр болып тұр бұл. Шыдарсың. Ал жаңағы балдарының жатқан жері жайлы топырақ тарқаласын. Алды жарық болсын.
Artık buna çıkarılgan bala şakalarının kızılını görür. Şeren Kartay, başka desileyimiz. Kulay yaxşılığın versin. Kulağım bu kovalayın. Rahmet. Niyetli kabul olsun diye. Eline mikrofon. Hemen oturumuzlar. Konaklar, bugün avdanımızın belgili hürmetli azamatı Hanekim Röm şanrağında aytığı olmaydığı kıyışlık жағдайға жиналып отырмыз. Пенденің қуанатын кезде болады екен, қайғыратын кезде болады екен. Bir кезде Қанекең мен Зүбайра Шекербекті өмірге келіп қуанып той жасап, ел жұртты жинап, қуанышына ортақтасып жиын өткізбеді. Мінекей табиғаттың қиыншылығында да кездесіп отыр бүгін. Қанеке, сіз ел басқарған елдің белгілі азаматсыз, жақсылықты көп көрген азаматсыз. Ал енді қиыншылықта басқа түсіп отыр. Мына қиыншылығыңызға, мына ел жұрт, елдің үлкен кісісі, ақсақалдарынан бастап жастарын дейін ортақ екендігімізді білдіреміз. Сіз нарық başlı жігітсіз, siz елдің құрметті азаматсыз. Сондықтан оған сіздің азаматтық парызыңыз айналайын. Кеше осы Шекербек Назипа Рая Бақыттар, оқиғар кезде ел түгел қайғырып, жер қайсатын қайғы болды. Бірақ пенденің қолынан келетін істер жоқ. Оған сіз де шыдадыңыз, сіздің отбасыңыздағы үлкен кісілердің бәрі шыдады. Халық, ел жұрт сіздердің сол шыдамдылықтарыңызға ризашылығын білдірді. Сондықтан айындайын Қанеке, көпті көрген, көптің ортасында өскен, жақсылық пен қиыншылықты бірге көріскен азаматсыз. Сондықтан сіздің шыдамыңыз керек. Әлі шүкір жасау керек. Қайғы мен қасіретті шыдамдылық, шүкіршілік жеңілдеген ғой. Сол шүкіршілік неғұран көп болса, барлық қайғы қасіретті жеңесіз айындайын Қанеке. Әлі Алла Тағала қалған ұл-қыздарыңызға, немере шөберелеріңізге, бауырларыңызға, ағайын туғандарыңызға амандық берсін. Сіздің шаңырағыңызда мұндай қайғы қасірет қайталанбасын. Енді сол Шекербектен қалған тұяқ, Назипадан қалған тұяқ, солардың өсіп өнімдер ағайындарыңыз, туған-туысқандарыңыз, және жора жолдастарыңыз бар уақытта тілектесіңіз айналайын. Сіздің шаңырақта бұдан былай қиыншылық, қайғы қасірет болмасын, жақсылық болсын. Мына жиналып отырған ағайын туған үлкен жігіттер, кісілер сол жақсылықта басқызайын. Шаңырағыңызда қуаныш тілейміз айындайын. Амандық тілейміз. Балалардың өсіп өніміз тілейміз. Бар уақытта балалармен бірге болып, ұзақ жасап, жүре беріңіз Қанеке. Шыдамды болыңыз, шүкір жасаңыз. Біз сондай болатынымызға толық жолдастарымыз сенімді. Қайырлы болсын.
mынау микрофонға келіп сөйл айтады деген азаматтар болса келіңіздер. Дәм алып отырыңыздар, жесе тиеді дейді ғой мына молдалар, имамдар. Алыңыздар жақсылап жеңіздер. Қазақта қал боласа, шөп майысады, бәйтерек боласа, жер майысады дейтін бір аталы сөз бар. Енді Қанапияның отбасында, әулетінде мінекей осындай үлкен бір ауыртпалық болып тұр. Жетілдеп өсіп келе жатқан төрт бірдей бәйтерек құлады. Үзіледі-ау бауырым, сардап тұрған перде де еске тиген жауырын тиеді-ау бір күн жергіде дегендей, аман бар ма, өмір солай, уақыт бағып тұрақсыз, туы қиын, өлі оңай, бәріміз де бір күн сөнер шырақпыз. Өлім деген кеседен барлық адам сіміріп, қабір деген қақпаға барлық адам кіреді деген міне осы айналатын Қанапия. Ал енді бірақ қазанында қазасы бар ағайын. Көгершін 12-де бір күні ашылмай өмірден ерте жас өтіп кетті. Базарбайдың төлегені Қосабаның көк жонында Бекежан Қарақшыдан мерт боларда, қайран қазағым-ай, өмірден алар сабаған осы ғана ма еді деп ақыры көз жұмған еді. Ұлы Абай, Әкімбай дүние салғанда көп жасамай көп ұрған, жарасы үлкен жас өлім, күн шалғай жерді тез ұрған, күнсіз дүние қас өлім, артына белгі қалдырмай, ауыры қалды тас өлім. Шыдамайын десеңде, шыдарлық па осы өлім, деп қайғыдан қан жұтып, бірақ өмірін берген Құдайым ажалында беріпті, сабыр қылсақ керекті деп, өзіне де басқаларға да тоқтау салған еді. Айналайын Қанапия осындай өмірде. Абай, ұлы Абай да осының бәрін көтерген. Қасиетті Құран кәрімде әр үммет үшін бір қаза бар. Әркім өлімді татады. Сендерді сынап, жақсы жаман күйге санамыз. Құран кәрімдегі сөз айтты. Қазаның ашуы мен дертін кім татпаған? Өлім ешкімнің маңдайынан сипамайды. Басқа Хазіреті Мұхаммед пайғамбар жалғыз ұлы Ибраим 2 жасқа толмай дүние салғанда жазмыш тағдырға бойұсынып, сабыр сақтап, Аллаға тоба етіп шүрсіңді сақтап. Айналайын мінекей, Хазіреті пайғамбар осы мәсілден ақыл алған, көтерген, өзген, сабыр еткен. Сәғатта айналайын есім бар. Біреуге ақыл айтпасаң, ешкімнен сөз тұрам ақыл. Сол айтып жігіт емессің, соқтан мінекей. Мына қазаның ешбір ем дәрісі жоқ,
Kalefeyinler. Bunun bırak yemlerisi var. Bırak Hazret bir ayağda yalnız onu kayıtsız boğanda sonda aykan eken. Bırak yalnız onun kayıtsız boğanda yalnız olsa onun tuğanda orta yüzün yeğilgana gelip suyuşu sırap kuangan et. Aletmina olsa yalnız onun dünya salganda bükül 300'ün yeli bükül Kazak bolup gelip köğün aytdı. Dep özde taktı. Meneki osdan başka yer yani yok aynalar. Meneki kança yerlik anadar yerliğine batıstık. Malkasında boğduk, cinsinde boğduk. Kança yerlik dümek gelip senin kaybına ortaklaşıp sonu bölsüp жатыр. Meneki yer ülkön yer yani sağan berepti kuat aynalayın, soldau. Bildiniz mi? Osu. Meneki rahmet bana ağayınlarga geldirka. Bu tek kana balanın kazası emez. Senin özünün kim ekeninde, kadir kasiyetinde көрсөтөтүн үлкөн нерсе айналайын. Ал енді ана жер ана өзінің пендесін жылы қойнына алады да былай дейді екен. Әлди ақпен де, тыныштық алып жатпен де, өмірді қалай сыйласаң, өлімді солай жат көрме дейді. Міне, осындай қанеке айналайын. Білдің ба? Өлімді де жат көруге болмайды. Ол тағдыр, кімге болса басына келмей қалды ертеліге сондай күйе Құранда айтылған ғой. Әйтеуір Алла абыроймен, кісіліктер мінекей осындай қадір қасиеттің мінекей несінде бір азамат айтқан екен. Ой, қандай жақсы болған туғаным, адамдарда жүрек бар кезінде дегенде. Мінекей мына осы бәрінде жүрек бар адамдар ниет тілегі саған деген пейілі дұрыс қанша ел бұп келіп отыр мінекей айналайын. Осыдан басқа емдері жоқ айналайын. Білдің ба? Сондықтан енді ана балдардың білдіңіз ба? Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жады жандақта болсын айналайын. Өзіңе Алла қуат берсін, жар болсын. Ал енді сіздің енді отбасыңызда үйіңізде айналайын, соған қуанышыңа, тойыңа, жақсылығыңа келетін болайық. Сол сияқты мұндай ауыртпалық айналайындар мынау бәрі дұрыс ниет ниетпен келіп отырған адамдар ғой. Ешкімнің басына түспесін. Енді не айтамын? Алла мына жақсы ниет ниетпен келіп, мінекей құранға келіп отырған, мінекей ауылмен ақпата жасап отырған, ағамыз беріп отырған азаматтардың бәріне Алла денінің саулығын, иманын, байлығын берсін. Рахмет. Құрметті ағайындар, мынау Алекеңе сөйлеп айтып жатқан ағамыз Мұсайып Амантұр, жастардың ішінде танымайтыны бар шығар. Осы ауданның азаматы, құрметті азаматы, Темір совхозында дүниеге келген, осы ауданның совхоздарында парткомның хатшысы болған, райкомның хатшысы болған ағаларың, танымайтын азаматтар болса. Назиба бауырыма арнаған бір-екі ауыз құбағым бар. Оны нұр жүзіңді көрмегелі деп атадым. Жан едім қалсын сүйген жаныңызды, қуантып жүрушінің бәрімізді. Келмесін ержерініп, кеткенің қинайды деп жаныңызды. Өзіңсің қуанышта байқалмайды, өзіңсің көңіл жайқалмайды. Көкейдегі бітпейтін бір өкініш, қарар жер қайтадан қайтармайды. Күйініш ішімізді сиялмай жүр, туыстарын көз жасын тия алмай жүр. Артыңда әділ мұрадың, жандос мұраттарың, шәутен деген қолындарың. Ата-анасын өздеге қиялмай жүр. Білмеймін, сенбеймін бе, сенемін бе, өмірмінше қатыгесін деген мүлде. Жарыңменен жұқтанып жай таппайсың, жан сыңдым айтайын өнемінде. Құрметті ағайын, құрметті бауырлар, бүгін
Отырар ауданында үлкен қайғылы оқиға болды. Оның артында бірге ағырып көптеген жұрт қалды. Бүгін соның бүгін кезекті еске алу асына жиналып отырмыз. Мен Жамбыл атындағы орта мектебінде бір жылдан бері Назипа қызыменен бірге қызметтес болдық. Шекербек ағамен де осы ауданның әртүрлі саласында жұмыс істеп, ол кісінің де көптеген жақсылықтарын естіп, біліп жүрген азаматтың бірімін. Ауданның құрылыс саласында көп жылдар еңбек етіп, көптеген ғимараттардың ауданда бой көтеріп, соның барлығында өзінің қол ізін қалдырған азаматтың бірі деп есептейміз. Ағамыздың ақ жарқын жүзі, көргендегі сәлемі, жүрген жүрісінің бәрі жүрегімізде сақтаулы. Ал енді Назипа қызына келетін болсақ, ол кісі өзі ақ жарқын, бала мінездес, бала көңілдес, ер мінездес, сондай азаматша еді. Бір жыл қысқа уақыт қызметтесте бірге болсақ та, жұмыстың қай тапсырмасын десең де, жаны ұшыра жүріп, үйін ойламай, кейде шешініп кірісіп, тым кеш қайтып, ерте келіп қызмет жасады. Жалпы бұл салада ол кісі көптеген жылдар бойы, жас кезінде институтты бітіріп келгеннен бері осы салада қызмет жасап келе жатыр. Жаны жайсаң, алтынның қолда барда қадірі жоқ дейді ғой. Барлығымызда жақсы сөзді осы кеткеннен кейін айтып жататынымыз бар, өкінішті. Ал енді Қанапия көке мынау ауданда өзі үлкен бәйтерек секілді санаулы ғана семья бар. Соның бірі сіздің семья деп есептейтініз. Мынау оқиға ең соңғысы болсын. Өмірдің өзі шуақты күндерден және қайғылы күндерден тұрады екен. Ал енді қайғылы күні осыменен аяқталып, мынау артында қалған балаларының бақытты күндері басталсын. Өмірге талпынсын. Бұл да бір сынақ шығар. Балаларға берген, сіздерге берген бір сынақ шығар. Бұны да дұрыс қабылдады деп ойлаймыз. Ал енді қалған жұртқа бүгінгі айтылып жатқан тілектердің барлығы періштенің құлағына шалсын. Мына жасы ұлғайған кісілер өте керемет әңгіме айтып жатыр. Соның барлығы қабыл болсын. Жатқан жерлері жайлы болсын. Құда қаласа, артында қалған балаларының қызықшылығында атсалысып, солардың жақсылықтарында басымыз қосыла берсін. Рахмет, қабыл болсын. Ертең Қанапияұлы Шекербек пен Атқазы қызына сұхбат беріп оқынам. Сағыныш мұңы сыңғырлап тұрса кеудемде, көнбейді жаным үнсіздік атты күрмеуге, тағдырдың қатал қатыгездігі жанымды кептіріп, жаншып, санамды қақтап сүрлеуде. Қайсысын айтып таусам, құладау нарым, ерідау қарда тауынан, қайғыруменен, зарлаумен өткен күн түнді, тілемес едім досым түгілі жауыма. Жадырап жаздай, жарасып бірге жүретін, жездермен әпкем, бірі ай, бірі күн еді. Жандары жайсаң, жұбайлар едау жайдарлы, қадірін досы, ерлігін, еңбегін елі білетін. Шекербек ағам, жездеде бір рет айтпаппын, жалғандамаған байсалдылығыңды байқаттың. Ақылыңды айтып, қызыңдай баурап жүрушең, бақилық болып, әпкеңмен бірге жай таптың. Санаулы ғұмыр сыйлаған екен сіздерге, сіздердің басқан мен деп жатыр іздерде. Аңқылдақ, адал, ақ жүрек, аппақ әпкемнің жүздері нұрлы, жаралы көңілім іздеуде. Жаны пәк таза, едің ау әпке
кеше сіздің алшаңдап басып барушы ем, мектепке емес төркінге бара жатқандай, насихат етіп қойылған, артыңнан сенің айналдым, үлгі болған баршаға сақынан сенің айналдым, бар әлемді сыйдырған жүрегіңнен айналдым, аман бол қалқам дейтұғым, тілегіңнен айналдым, ақ пейілді аңқылдап мінезіңнен айналдым, сүйкімді болған еліне ізетіңнен айналдым, жарасам деген егіске ниетіңнен айналдым, жанашыр болған баршаға пейіліңнен айналдым. Мейірлене қарайтын көздеріңнен айналдым, айналып мені толғанған сөздеріңнен айналдым, ренжітпеген ешкімді қасиетіңнен айналдым, ақылды бол дейтұғын өсиетіңнен айналдым. Дүниеде әпке жоқ, өзіңдей жақын маған шын, қоюланып отбасыңа келе қалдау қайдан мұң, деп қаншама айтқанмен, қалаумен Алланың, елеске келмес айналдың, амалым қанша амалым. Япыра өмір осындай қатал ащымен, қалдырған 4 ұл келінді жетім шынымен, жылаған жасы көл болған балаларыңның тіреуін тіреп, елің жүр күні түнімен. Ешкімге оңай теген жоқ бұл қос қасірет, осымен бітсін елдегі барлық тақсырет. Жұмақтан болып орындарым, жандарым, ұрпағым мәңгі етуге Аллам нәсіп ет. Жары Назипамен соттың артында отырып, әдекер мынау жаңа Мұсаев аман тұрағанымыз өте бір жақсы тілегін тоқтау сөзін айтты. Мен сол кісіге тәнті болдым. 90-ға келген кісі сөздің толықтай түйінін айтты. Мен шекелевтерім 77 жылдан бері құрылыс қаласынан жақсы қатар жүріп жұмыс істедік. Біз мынау Көкмарданда үлкен атқоны болашақсыда мен жұмысты бастадым. 75 жылы Альтемский институтты келгеннен кейін. Сонда енді құда болатынымыз білмейміз ол кезде. Мынау іздеп бар, бәріміз қатар жүрдік. Бейбітпен бірге жұмыс істедік. Мынау Назипаның туған ағасы айналайын. Міне енді уақыт деген, дем деген бұндай күнді кім көрем деп ойлаған. Рая айналайын келіп болып келді 90 жылы. Қатты қуандым. Үлкен болып туылғаныма қуандым. Қалеке төрге отырып құдағы күттіңіз. Сол күннің бәрі есінде. Міне олар бас қосып отау құрғаннан кейін Жадыра деген қарындасым дүниеге келді. Айбек дегеннен елім дүниеге келді. Нұрбек деген бауырларым дүниеге келді. Бірақ не пайда, ерте әке-шешесінен айырылып отыр. Уақытта әке-шешесінен ағамыздан ерте айырылып еді. Тағдыр солай бізге өзінің несін келтірген шығар. Маған осы жолы қайғы өте ауыр. Себебі мен де жасым келіп, елге енді қызмет істеп, бақытпен раймен ақылдасып, осы ағайын болып жүріп едім. Ол күндерім келмеске келіп баратқандай, бірақ сіздерді көріп, елді көріп, бір өзіме келіп тұрмын. Қадірлі ағайындар, мұндай қаза ешкімнің басына келмесін. Бақытым, раям айналайын, көгіліп, дастархан жайып тұрады. Не пайда, мынау артында қалған анақты, жеңгеміз аман болсын. Жадыра, Айбегіміз, Нұрбектеріміз, 10 қатты жүрген бауырларына, Құлжан, Айналай, Ермахан келіп отыр Алматыдан. Мынау сіздер бар. Аман болайық, еліміз тыныш болсын. Бұндай қайғыны ешкім басына салмасын. Рахмет. Құрметті Қанеке, отбасымызға
үлкен қайғы туды. Қазақта үлкен сөз бар, тас түскен жерін ауыр деп. Сондай үлкен қайғыны көтеретін нар Кореяның бірісіз әлемді осында шығып сөйлеген ағаларымыз, әнелеріміз сізге жоқтау айтып жатыр, сізді жұбатып жатыр. Мүмкіндігі болса сізді әйтеуір жақсы сөз айтып, мынау басқа түскен қиыншылықты осынша келіп отқан елдің барлығы сол сіздің қайғыңызды жеңілдеткелі. Келіп отырғанын сіз де түсініп отырсыз, біз де мынау ағайындар түсініп отырмыз. Қайғы ауыр, бірақ пенденің оны көтермеске амалы жоқ. Ал енді қазақта бір үлкен сөз бар, атамдатсаң отамдатма деген. Бірақ Алланың ісінде ешкім қарсы тұрған емес, тұра да алмайды. Сондықтан Қанеке, мынау біз ағайындардың атынан, осындағы барлық інілеріміздің атынан сізге сол берік болыңыз, белді бекем болыңыз. Қалған балаларды жақсылап тәрбиелеңіз. Сізге үлкен ұзақ ғұмыр тілейміз. Ол үшін мынау балалардың алды әнәнді отау көтеріп үй болып отыр. Қалғандарында сол сіздің ғұмырыңызда бұлардың бәрін Шекербектің орнына Шекербек болып, келіннің орнына ана болып, осыны көтеретін жағдайды біз бір Алладан сұраған болар едік. Ал енді осында келіп отқан қауымның барлығы сондай тілекпен келіп отыр деп білеміз. Себебі бұл қауыр қайғы адамның басына түспейтін, айтып ауыз бармайтын қайғы. Сондықтан мұндай қайғы, мұндай қасірет десе де болады. Төрт бірдей перзент бір сағатта көзден қайып болуы ол үлкен қасірет қайғы. Сондықтан Қанекенің ұл-қыздары, қалған немерелері, қарақтарым, енді әкелерің кетсе, әкелеріңнің орнында атаң бар, ағаларың бар, әпкелерің бар, шырағым. Сендерді әкесіз етпейді, анасыз етпейді деп біз сенеміз. Енді қалың ағайын бар, жұрт бар. Сендер осы елде тұрып, еш уақытта жетімдік көрмейтіндеріңе мен сенемін. Ал енді мынау Шекербекпен келіннің алдынан жарылқасын, алды бейіш болсын, арты кеніш, жақсылық болсын. Сол сияқты қарындасымыз Раямен бақыттың да алды жарық болсын, жай жанатта болсын. Ал енді елде мұндай қиыншылық болмасын, жақсылық көп болсын ағам. Рахмет тыңдағандарыңызға. Рахмет, жақсы тілектер айтылып жатыр. Таңдамын ки есімізден кетпейтін күннің бір туып отыр. Кішкентайымыздан бірге өскен, детсадтан бірге жүрген, мектепті 10 жыл бойы бірге оқыған бауырымыз Шекербектен айырылып отырмыз. Нәсипа келіншегімен екеуінен. Бұл енді тірі адамның тіршілігіне мүмкін барлық нәрсе сия берер, бірақ бұндай жағдай сия бермейтін ки. Қанафия көке, сізге көп рахмет. Барлық бала-шағаңызға басшылық жасап, сенімден тықсырып ки. Енді бұл кісі анау адамның да қолына келе бермейтін шығар.
Шекербек туралы таң-атқанша айта беруге болады. Өйткені керемет адам тұғын. Отырған жердің гүлі, барлық жерде тамада, кісі болды, сері болды, жүрді, тұрды, керемет өмір сүрді. Қысқа, бірақ сондай ардақты болды ортамызда, құрметті болды, сыйлы болды, барлық жақсылықты көрді өмірде. Ал енді Нәкен күйеуінің тату-тәтті өмір сүргеннен бәріктеріңіз қыласыздар. Керемет балдар өсіріп жатыр. Жаңадан қызығын бастап еді, мүмкін Алла тағаланың тірлігі енді ол кісінің өзіне белгілі болар. Бірақ мынау балдар айналайын, сендерге айтатыным, сендер әкесіз, анасыз емессіңдер. Мінекей көкеміз тұрғанда, осындай әкелердің бауырлары тұрғанда, мінекей бауырларының барлығына рахмет. Барлық түктілік қызмет жасап жатыр. Әркімнің бауыры осы кісілердей болсын. Біздің Шәкең, мен ойлаймын, табиғатта қыз бен қыз сырласады, ұл мен ұл сырласады. Мен Шекермен кішкентай кезімнен сырласып өтіп едім. Біз ұл қыз демеп едік. Ал Алматыдан, мен Шымкенттен ол келіп өшірге жиналып, телефонды күні-түні сөйлесіп отырушы еді. Сондай бір қыз дегенде кішкенасын жерге қойып, төбесіне көтеретін ер азаматтың енді бірі болса, бірі екеу болса, соның бірі шығар. Сондықтан мінекей Шекерге тең келетін азамат жоқ ортада. Біздің ортамызда тең келетін азамат жоқ, бірақ амал жоқ. Ортамызда жүр деп есептейміз. Бұндай азаматтар жүруге тиісті. Бұндай азаматтарды біз ұмытуымыз мүмкін емес. Сондықтан мінекей әруағы ырза болсын. Балдарына бақыт тілеймін, өмір тілеймін, бар жақсылық тілеймін. Көке, деніңіз сау болып, осы балдарға жарай беріңіз. Рахмет қалды. Маягұлының тілеуі Сейіткамал ағамыз. Құрметті қалай. Бүгін төрт азаматымыздың бақилық болған күнінде басымызды қосып отырмыз. Ол кісілерге Құранның бағыштауға жайылған дастархан. Енді мен кейінгі өмірі шегеріп сол 70 жылдарда айтайын, негізі туған жеріміз біздің осы Шәуілдір, Маягұлданбыз. Ал 40 жылы сол біз 4 жасар кезімізде ел каналға дейді ғой, сол каналға көшкенбіз. Өміріміз Кереуалда өтті, одан кейін Шардара құрылысында өтті. Ал 70 жылдары біз мектепте оқып жүргенімізде Текебай әулеті дейді бізді. Мүңгісір Маңғыт бәрімізді. Сол Текебай әулетінен бірінші адам, бірінші жоғары білім алды институтқа түсіп, жоғары білім алған біздің Қанабия ағамыз еді. Қанабия ағамызға қарап бізде білесіздер, отын соғыстан кейінгі жылдар кімнің оқуға баруға шамасы келмейтін жағдайлар болады. Бірақ біздің көңілімізге сенім ұялатқан, бізде жоғары білім алуға, талпынуға болады екен ғой. Біздің ағамыз Ташкентте институт оқып бітірді ғой деп, бізге үлгі тұтатын, өмір үлгі тұтып жүретін Қанабия ағамыз. Ал енді мынау төрт азаматтан қас қағымда айырып қалу дегеннің өзі адамның жүйкесіне де, жүрегіне де, көңіліне де қатты қайғыда әсер ететін жағдай. Бірақ бәріміз де білеміз, өмірде жақсылық пен жамандық, қуаныш пен қайғы қабат жүретін. Ал бірақ осындай ауыр қайғыны мен өмірімде көрген жоқпын. Бір отбасына, бір жанұяға осындай қайғының төнуінің өзі адамды өте қайыстырып жүреді. Бірақ мен ойлаймын, менің ағам
Ақыл десең ақыл бар, парасат десең парасат бар. Білім десең білім бар, өмірден алған тәлім бар. Бәрін де сол осы қайғыны ақылмен жеңеді ғой деп ойлаймын. Ал інілерімде қарындастарымды айналайын, сенде де солай. Зүбайра мен Қанапия ағамыздан өрбіген ұрпақтар. Сендерде көргендерің бар, осы қайғыны ақылдарымен жеңіңдер, сабырлықпен жеңіңдер, мен дейтін. Міне бүкіл тек қана бір шаңырағымыз, бір әулет емес, бір ру емес, бүкіл ел қайғырып жатыр. Қанапия ағай, мен сол бірінші күннен бастап міне елдің бәрі өзінің басынан түскен қайғыда келіп сізге көңілін айтып, сізді жуатып жатыр. Бұның өзі үлкен медеу, бұның өзі сіздің елге еткен еңбегіңіздің бағасы, адамгершілігіңіздің бағасы, азаматтығыңыздың бағасы. Сондықтан сіздің арқаңызда да, жаныңызда да ел бар, халық бар. Сондықтан берік болыңыз. Құдайға шүкір деңіз, бәрі Алладан. Не де болса Алла, жақсылық болса да Алладан, жамандық болса да Алладан, қайғы болса да Алладан. Оны бәріміз де түсінеміз. Сізді сол ақылмен бәрін жеңеді ғой деп ойлаймын. Сіз майыспаңыз, қайта қатайыңыз. Енді Шекербек пен келіннің ұрпағына балдары бірінші қыздар да індерді сізге қарайды. Егер сіз мұңайып, қайғыға түсіп, денсаулығыңызды нашарлатып алсаңыз, одан сайын жаңа індерді, қарындастарында қайғы сауылай түседі. Сондықтан өзіңіз берік болыңыз, Қанапия ағай. Мықты болыңыз. Сіздің мықтылығыңызға мен сенемін. Сіз ақылмен мықтысыз, парасатпен мықтысыз. Сондықтан бәріне де төтеп береді деп ойлаймын. Алладан соны тілеймін, сізге қайрат берсін, денсаулық берсін. Мен Алладан тілейтін сол. Ал онымен бұған ініме де, келініне де, қарындасыма да күйеу боламын. О дүниесі жақсы болсын, жарық болсын. Жатқан жері жай топырақ торқа болсын. Ал артта қалғандарға ұзақ өмір, денсаулық, ынтымақ береке берсін деп тілеймін. Рахмет. Мынау сөйлеген азаматтарға, тілеп айтқан азаматтарға рахмет. Ал енді мына сөйлемеген кісілерге осы тілекке қоңы келуге болады. Қанапия көке, Сиягүл апа, Жұмахан тәте, Бейбіт аға, мынау біз Шекербек кластасымыз, Назип ағай кластасымыздан айырылып, қабырғамыз қайсы отыр. Бізге салса екеуінің тырнағын Аллаға қиярым едік, амал жоқ, шыдап отырмыз. Жазғыштан өзіміз жоқ дейді. Ағады жанның тойында мына жерге тұрып, екеуіне тілекте суық жақсы тілек айтсақ жарасар еді. Қолаңызды басқа қолдан келер шара жоқ. Назипамен жасымыз 50-ден асып барады, 40 жылдың көлемінде жолдас болдық. Назипаның жақсылығын айтып, қауышуымыз емес. Жұрттың бәрімен бірдей араласады. Ағаймен де, туысқанмен де, төркінмен де, жолдастарымен бірдей араласады. Дүниеден озатын күні, күндіз маған звондады, Шымкентке тойға келдім деп. Содан түнгі 3-те өлгенін Мирсадан естідім. Содан бері қабырғамыз қайысып, жанұямызбен қайысып. Таусылмастай қайғы болды. Ағадылжан, Мұратылжан, жаздық айналайын. Өтмайын дейтін ең кішкентай Мұратты Шекермен Назипа өтмайын дейтін айналайын. Мамаларың мен бабаларың Құдай бет алдынан жалғыз. Сол кісілердің өмірін Құдай өздеріне берсін. Қадірлі жаным,
Бәйтеректің Назифаның күрді ағайындары, туыстары, бауырлары, құда жекжаттары. Мынау ниеттеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Жоғарыда елдің құрметті азаматы Амантұрып көкеміз айтты ғой, 4 бәйтерек құлады деп. Шынында да 4 бәйтерек құлады ғой. Бұл жоғарыда сөйлеген кісілер айтып жатыр ғой. Кімге болса да өте ауыр қайғы болды. Мына 4 бәйтеректің артында қалған ұрпақтары өмірлі болсын. Бүкіл Кезбаевтар әулетіне бұдан былай жаманшылық көрмеңіздер. Көргендеріңіз жақсылық болсын. Қазақта сөз бар ғой, мына өмір ауыр мен жеңіл қатар тосқан деп. Өмір болғаннан кейін осындай жақсылық пен жаманшылық қатар жүреді ғой. Енді жаманшылық болмасын. 4 бәйтеректің артында қалған ұрпақтары өмірлі болсын. Ешкімде бұндай жаманшылық, қайғы қасірет болмасын. Әрбір үйде жақсылық болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Кісінің басына түскен қайғыны естігенде мен шынында да ауыртпайын салысып өйткені мен екінші төркінім. Осы ағаның мен Сұлтан деген бір сөз естіген жоқ. Қарындас. Бұл кісідей кішіпейіл, бұл кісідей білімді адамды мен әлі кездесіп көргенім жоқ. Енді ағатай, көке сіз бардан алла жетіндік көрмейді. Осы қайғыларымыздың да басымыздан өткен, осы өзіміз сияқты әкенің, ағаның орнын жоқтап келе жатырмыз осы уақытқа дейін. Енді шекербек алтыным менің аяғымда арқанда өскен бала еді. Әлгі айтсам келеді, түгелін жайнап беріп өскен бала еді. Енді артындағы ұлдары қалды, шаңырағы шайқалмасын. Сол ұлдары әрқайсысы бір шаңырақ болып отырсын. Есенкүл, мынау Қазира бәрі қолымызда оқыды алтындарын. Олар біледі, осыларға әпкер, мама болады деп сенем. Осынша халқымыз отырғанда қайғымыз жоқ, қайғырмаңыз аға. Осынша халық сіздің неңізді, уайымыңызды, қайғыңызды бөлісіп отыр. Қайрат берсін Алла өзіңізге. Ендігі әрі шаңырағыңызға ешқандай жаманшылық төнбесін, өлетіңіз жақсылық болсын Алла. Рахмет, ниетіңіз қабыл болсын. Ең қадірлейтін ағайын туыс, жора жолдас, кешегі дүниеден өткен балапаным Шекербек, Назифа ағайға бақыт төртеуі. Дүниеден кетті осынша елім жұртым, халқым, сіздер майысып осы менің қайғымды бөлісу үшін бөлісіп отқан сіздерге мыңдаған рахмет айтамын. Сонау баламның жолдастары, жегжаттарым қай жерден келіп жатқан. Бірінде айтып бірінге ұмытсам кешіресіздер, қазір енді кішкентай есінен танып тұрған жағдайлар бар. Бірақ сол анау 78-70 жылы бітірген балалары қатар құрылған ағайын жұрт, жора жолдастары, жегжаттары барлығы тегіс келіп қайғыны қосылдар. Жалғыз менің қайғым емес, мен сіздерді түсінемін, бүкіл елдің қайғысы отыр. Сондықтан мына осы бүгін келіп біздің қайғымызды осынша бөлісіп, біздің ауыр жағдайымызды осындай жағдайға келтіріп жатқан сіздерге мыңдаған рахмет айтып бас иемін. Ал енді мынау 78 жылы бітірген жора жолдастары арасында қатар құрбылары бар. Бірін айтып, бірін айтамай кетсем, ондай кешіресіздер. Содан осы қанша күн болса соны дүбірлетіп кәдімгі үйдің неғылып бізге жұбаныш айтып, біз тоқтау айтып деген сияқты. Бүгінгі дастархан жайып, құран бағыштап отқан соларды айтқым келеді. Солардың бәрі түзіміне. Алыңыздар, жеңіздер, жесе тиет дейді ғой. Енді ауыр екен рас. Мына әбекеңнен артық ағандыр елдің жігіті. Кісінің ауыртпалығын, жұрттың осындай жағдай екен, тоқ Шымкенттен естіп тұр, көзіне жас шықты дегенде, мен де шеуізімде тұрып көзімнен жас шықты. Қайғырмаған ел жоқ айналайын. Сендердің осы қайғылықты осынша бізге түскен ауыртпалықты кішкентай жеңілдетуге себепші бүкіл барлығына шексіз
әр уақытта ырзакешілік баламның атынан, шағамның атынан қалған айтқым келеді. Құдая елімді жұтыма деген тілегім басқаша. Енді Аллаға келді, әйтеуір үйлеріңізде, жанұяларыңызда елімде жұтымда мұндай ауыр жағдай болмасын. Жетімде жесіметті дейді ғой, құрсақтаған балада есім адам өкпеден. Олардың адам баласының алдында сіздерге алдарыңызда уәде беремін, кемшілік көрмейтін шығар, бірақ тез жетіліп кетуге себептер болатынды болу керек. Сондықтан ағайын, әрқайсыңыздың сөздеріңізде біздің қайғыны ортақтасып, осында келіп отқан, келмеген бүкіл жұртқа шында тағы да ырзакешілігімді айтыңдар. Балаларымның атынан, семьямның атынан, Құдайымда енді бұнымыздай ошақтарыңызда, жанұяларыңызда қайғылы қасірет болмасын. Адам келгеннен кейін кетеді ғой, бірақ ретіменен кетсін, ретімен о дүниеге барсын. Сондықтан мен жаңағы балам Шекербек, келін Назифа, қызым Арая бақыт төртеуіне жаны жаннаттан болсын, алты жарық болсын. Артында қалған ұрпақтардың барлығына әйтеуір қолымның келгенше оларға әйтеуір жақсылықты аямаймын, ел қатарына қосып неғылын деген сіздердің алдында уәде бердім. Сондықтан ағайын, шексіз айтып жеткере алмайтын. Енді бүкіл ел қайғырды, мынау тұрып негінен сезілді. Мыңға бір рахмет айтты. Арыстай ағамыздан, анадай жеңгемнен, әгердей жіндемнен, ақыл шәмшеден айлығы, Алланың ісіне шаңыз өйіп. Бауырлар майнадай жетімдікті ерден өмірінде, бірақ жетімді өспейсін, қойма шүр. Алдарың бар, көңілдерің бар, аталарың бар. Әкең өлсе өсін, әкеңнің көзін көрген елмесін деген жолдастарына рахмет. Ағамның, жеңгемнің, бүгінгі мұна осындай ауыр қарабызды көтеріп, өңдіз, бүгін дастархан жайып отқан мен ағаммен жеңгемнің достарына, кластастарына, ағайындарыма бәріне рахмет айтқым келеді. Бұл ешкімнің басына түспесін. Тек қана жақсылықта, аманшылықта жолығайық. Құрметті ағайын, мынау келген аяқтарыңызға гүл бітсін. Бұндай ауыр жағдай әрбір Алланың пендесінің басына салмасын. Қанеке мықты болыңыз, Шекербектің ұлдарын жеткізеді, қамқорлық алады деген енді өзіңіз болса да ел халық соны тілеп отыр. Шекербектің, Назифаның, Раяның, Бақыттың жатқан жерлері жайлы болсын, топырағы торға болсын. Артының Алла жақсылығы берсін, жақсылығы болсын. Ендігі кезекті Құранға берсек, сосын рахмет, аманшылықта, жақсылықта кездесейік ағайын. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу ала расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Рахман мақтауын бұл кісіден берген Құдайынан қабыл етіп, енді қылған бала-шағаларын артына қалған ата-аналарын, ағайын достарын аман болып, елімізді, жерімізді, енді бұндай жаңашылықтарын сақтасын. Әрбір отбасыларға, әрбір семьяға Аллах Тағала жақсылығын нәсіп қылсын. Өткендерге иман, қылғандарына Аллах Тағала берекесін берсін. Рахматика я архам. Аллаху акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Oğlan hasiyeti Kur'an'ın fermayetlerin savabı, bugün oğuzda işleyeceğin hamların savabı, evvelden ahırga değil, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dünyadan etken, barışa kelime koyma Müslümanların ruhlarına. Geçegi dünyadan etken Hanafi Ağla Şekirli Ağa'a, Abdülkadir Kızın Nazife Ahmamızға, және Hanafi Ağla Raya Erkemizге, Әшім ұлы Бақытжан Allah'ın ruhlarına bağışlar. Бұл кісілердің, я Аллах Тағалам жатқан жерлерін жайлы етіп, имандарын өздерімен сергетіп, Құран нұрымен нұрландырып, ақыреттік есен сақтауын жеңілдете көр Алла. Артта болғандарын енді бәле жаларған сақта, қауыл қатерлерінен сақта. Елімізге, жерімізге, әрбір сенме отбасыларына жақсылығын бере көр Алла. Еділесе тілектеріңіз қабыл, мұратарыңыз асыл болғай. Я Рахманика, я Архамар Рахман. Аллаху Акбар.